Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге үйде көп тұрып желінбей қалған наннан тәтті тіске басар дайындайтын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұны дайындау үшін көп зат қажет емес. Үйде қаймақ болса болғаны. Осылай нанымызды жеуге ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Шағын бөліктерге кестік. Осылай бір дегенде желініп қалатын бөліктерге кесеміз. Одан кейін үстіне қаймағымызды араластырып жағатын боламыз. Негізінен ұзын күйінде өздеріңізге ыңғайлы болу үшін негізі наныңыз ұзын бөліктерде тұрған кезде жағып, қантты үстіне сеуіп, солай дайындаған, сосын барып кескен өте ыңғайлы болады. Менде осылай бірінші майда бөліктерге кесіп алғаннан кейін көп уақытты алды. Егер сіз дайындайтын болсаңыз, бірінші барлығын наныңызға жағып алып, сосын барып кессеңіз, өте тез болады. Менде қант болмағандықтан қант ұнтағын септім. Негізінен қанттың өзімен өте дәмді шығады. Міне осылай қаймағымыз жағамыз, одан кейін үстінен қант себеміз. Сосын қызып тұрған пеште 180-200 градуста 10 минут кептіріп аламыз. Нанымыздың тек кепкенін ғана күтеміз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Жеген кезде нанымыз қытырлап, қаймағы жағылған жерлер жұмсарып, өте жақсы болып шығады. Наныңызды ысырап етпей, осылай үйде оп-оңай тіске басар дайындап жіберіңіздер. Ас болсын.